Қайырлы күн, бүгін сіздермен құрамы 3 ғана заттан тұратын, дәмі өте керемет болып шығатын кешкі немесе түскі ас дайындаймыз. Ең алдымен қызған табамызға осылай іріленіп туралған тауық еттерін бір сарымсақ қосып жақсылап қуырып аламыз. Осылай жақсылап қуырып алғаннан кейін біз картоптарымызды қоса бастаймыз. Картошкаларымыз бәрі бірдей пішінде болу керек. Қатты үлкен немесе қатты кішкентай болса болмайды. Қатты үлкен болса ортасы піспей қалады. Қатты кішкентай болса езіліп кетеді. Дәміне қарай тұз, бұрыш және де дәмдеуіш қоссаңыздар болады. Картошкаларымыз қызарғанша осылай қуырып аламыз. Қызарғаннан кейін бір шай кесе су құйып, бетіне жуамызды салып 30-40 минут бұқтырамыз. Мен 40 минут бұқтырдым. Ас болсын.